Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі сабақта біз сіздермен булочкидің қамырын ашытуды үйренеміз. Булочкидің құрамына сүт, тұз, ұн, жұмыртқа, құмшекер, маргарин, дрож және әрлеуге мақ қажет. Ең алдымен 200 грамм қант пен 4 жұмыртқаны көпіршігенше араластырып аламыз. Бір литр сүтті жылытып, 200 грамм майды ерітеміз. Жұмыртқа мен қанттың қосындысының үстіне тұз саламыз және оған жылған сүт пен еріген майымызды қосамыз. Енді дрож бен ұнды қосып қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ немесе қатты болып кетпеу керек. Содан соң қамырды 2 сағатқа жылы жауып қоямыз. Осымен видеомыз аяқталды. Келесі сабақта түрлерін үйретемін. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.